Достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі видео орхидея гүліне арналады. Екі орхидея осындай карада, яғни ағаштың қабығында отырған. Одан кейін осыдан кейін алла бұйыртса, сіздерге осындай караны үй жақтағы талдан қалай алып, залалсыздандырып, орхидеяларға зиянсыз етіп отырғызуды көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, сіздерге уведомление келетіндей қылып жасап алыңыздар. Және де қазір орхидеямен жұмыс істейтін біздің аптекадан алынатын, аз ақшаға алынатын препаратымыз ол калий перманганаты деп аталады. Сіздерге уәде еткендей, алдыңғы видеоларымда калий перманганатын қандай жағдайда және қандай гүлге қолданатынымды айтқан болатынмын. Алдын ала осы видеоны көріп отырып жасайтын болсаңыздар, қайтып айналдырып түсініктетіп көріп, бірге бір жасаңыздар. Себебі өз білгендеріңізше жасайтын болсаңыздар, орхидея гүлі білесіздер, өте капризный гүл, экспериментті ұната бермейді. Енді бұны бір біліммен ғана қызмет етпесеңіздер, қараңыздар, қазіргі осы ауырып тұрған орхидеямның гүлі осындай, және оның екі жапырағы осылай түсті. Не себепті жапырақтар түсіп жатыр, разбор жасаймыз. Не себепті бұлай түседі? Және түсірмей жапырақтарын осылай бодры етіп қалай өсіруге болады, оны да айтатын боламын. Бұл екінші фаленопсис орхидеямның гүлі. Осындай күлгін түске ақ жолақтары түсірілген гүлі бар. Екеуінде цветоносы өте керемет. Орхидеяның екі түрін, екі разборды сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Ол сол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қыздар, былай айтам, мына калий перманганаты деп тұрғанымыз, бұл бізде марганцовка, яғни қолданып жүрген үйіміздегі микробтарды өлтіретін марганцовка. Енді қазір проблемны орхидеяға қолданатын боламыз. Мына орхидеяда магазиннен алып келген менде отыр ғой, бір айдай болып қалды. Бір айдың ішінде пересадка жасаған жоқпын, бақылап көріп жатырмын. Екі жапырағы емес түскен. Осындай бір жапырағы және мынандай үлкен бір жапырағы барлығы осындай түбінен сарғайып жатыр. Не себепті болатынын қазір айтам. Мына жерде осы орхидеямда күлгін қаныққа ақ түскен фаленопсиста гүлімен сөйлеймін ғой енді. Сіздерге менде қазір ссылкасымен көрсетіп өтем. Каналымда бар. Жеткізуге дейінгі алып келетін орхидеяның шейкасында осы өйстіп отырған кішкене губка, торфяной губка стакан болады. Соны қалай ажыратамыз? Бірақ енді точно білу үшін разбор жасау керекпіз. Сол үшін фаленопсисті ашып көреміз қазір. Енді қарасаңыздар, орхидеяның тамыры қалай болу керек? Орхидеяның тамыры осындай болу керек. Бодрый тамырдың барлығы осылай тұрады. Ауырмаған, ешқандай проблемасы жоқ. Үйде қандай да бір грунтқа отырғызсаңыз алып кететін орхидеяның тамыры осындай болу керек, қыздар. Біріншіден, екіншіден, мына серый светтер, мынандай, міне, ақшыл жасыл, мынау серый. Орхидея қай уақытта су сұрайды. Мына тамырлардың барлығы осындай серый светке енген кезде. Яғни, серый светтің қазақшасы қалай екенін білмеймін. Білсеңіздер, пікірге жаза өтіңіздер. Келесі жолы қазақшалап сөйлеу үшін. Сосын, мынау жартылай әлі, міне, төбе жағы кепті, ауа кірді. Мына жағы кеппеген тамыр болып есептеледі. Толықтай 100% кепкен жоқ. Енді қатты құрғатып жер құймай сразу осындай болып тұрған кезде де суарып алсаңыздар болады. Үстіне үлкен мөлшерде құйып ағызып, бірнеше дегеніміз 3-4 рет қайталау. Енді қазір мынаған разбор жасаймыз. Тамырын ашатын боламыз. Енді бірінші, білесіздер, тамыры өте бодрый, қыздар. Бірақта не себеп болып тұрғанына, сол менің күмәнім, мына мойнынан кетіп тұр, шейка дегеніміз, орхидеяның мойны. Тамыры өте плотны және бодрый, яғни серпімді, керемет болып тұр. Бірақта астында не бар екенін ұқпаймын горшоктың ішінде. Сол үшін амал жоқ, разбор жасап көреміз. Осындай қуыс болып қалған тамырлар өздігінен алынады, алынбаса сіз алып тастау керексіз. Караны алып тастаудың қажеті жоқ, кейбіреулер тамырға жабысып қалса, онда тиіспеңіз. Тамырды сындырып, қиып екі ортасынан істейтін болсаңыз, будущий бұл шіріп орхидеяңыздан ештеңке қалмай қалады. Мен үшін орхидеяның проблемасын көрсетем. Себебі қай магазинге гүл сататын бармайын, орхидеяны таңдап атқан орыстар, басқа ұлттар. Неге қазақтар орхидеяны алмайды? Себебі күтімінде біз қателік жібереміз.
сондай қылып осындай керемет гүл өсіп тұрсын деген оймен сіздерге осы орхидеяның проблемасын үйіңізге келген жағдайда, сыйлыққа берген жағдайда, болмаса өзіңіз таңдағыңыз келіп тұрса, ешқандай ойланбастан таңдай беріңіздер. Егер сіз орхидеяға менікіндей күтім жасай алатын болсаңыз, онда ештеңе жоқ, қорқудың қажеті жоқ. Барлығы осыншалықты ажырады, тамыры өте керемет, шіріген тамыры почти жоқ деп айтсам болады. Бар, міне қараңыздар, торфяной стакан бар. Мынандай кәдімгі губка. Енді мен сол видеомды қарап өтіңіздер, міне ешқандай резиновый губка. Сол мына шекасын шірітіп, тамырларын бәрін түсіріп, ауа жібермей орхидеяны қинап тұр. Мен ойлағанмын, неге бұл мына төмен жақтағы жапырақтары істемейді сарғайып, неге бұл мына жақтан гниль болып жатыр деп ше. Біліңіздер, орхидеяны разбор жасағанда тамырында осындай торфяной стакан болатын болса, бұны алып тастау керек біріншіден. Екіншіден, бұл мына жақтың барлығын сарғайтып, бычтын шығарып, қарайтып, хлорофоз шақырады. Яғни микробты ауру шақырады. Одан кейін одан құтыла алмайсыздар. Енді қазір бұны шамам жеткенше мына торфяной стаканды үзіп алам, жетпеген жерін былай істейміз. Мынау қайнатылмаған пат краным, хлоры алынып тасталған. Енді осы суға біздің қасығымызға, енді қандай қасық алсаңыздар да разница жоқ. Бірінші мына жаққа қоямыз, қараңыздар, крышкасына аз мөлшерде. Енді мынау торфяной стаканмен уже шіруге айналған ғой, сол үшін міне қараңыздар, мынадан да аз бөлігін, міне мынадан да аз бөлігін алып, осы қасыққа бірінші құямыз. 1-2 гранаты түссе болды, яғни 1-2 тасы түссе болды. Содан кейін мына қарай төмен түсіріп, судың қандай түске енетінін бақылап көреміз. Жылы су болу керек, пат краным, хлоры тұндырылған, алдын ала 2 сағат бұрын, және басқа ыдысқа құйылып алынған. Міне көріп жатсыздар, ол қаншалықты солғын түс болып жатыр. Енді тамырын күйдірмес үшін азғантай, әлі тасы еріген жоқ, толықтай тасын ерітіп, қандай түс болған кезде қолданатынын айтамын. Қыздар, қандай түске енгенін осындай ғана солғын түске ендіріп аламыз. Сосын осындай тазик аламыз алдын ала. Үлкен емкість болу керек. Және орхидеяны осылайынан ішіне салып, тамырымен қоса. Енді бұл торфяной стаканды, егер орхидеяның тамыры шөлдеп тұрған болса, торфяной стаканды жұлып алуға болмайды. Оны жібіту керек. Сол үшін тамырын заодно 2 в 1 болады, 2-де 1. Бір жағынан тамырын суарып, микробтардан қалған жуамыз, бір жағын мынаны жібітеміз. Жібіткеннен кейін алып тастайтын боламыз. Марганцовка еріді, астында еріп жатқан тастары қалмау керек. Не себепті? Мына жаққа құйылған кезде тамырын күйдіріп жіберу қаупі бар. Сондықтан комнатный температурадан сәл жылы суды, қолын жуғанда, аяғын жуғанда приятно су болады ғой, кәдімгі. Жылы, сабын еріп көпіршетіндей сондай жылы су болса, осылай ерітіп алып, үстінен жайлап құямыз. Құйып, жуамыз тамырды, толықтай салып, тамыр серый болып тұрған тамыр, шөлдеп тұрған қалай жап-жасыл болды. Шөлдеп тұрған тамырдың түсін осылай ажыратуға болады, қыздар. Ағаштың қабықтарын толықтай алып тастаудың қажеті жоқ. Торфяной стаканға су барды. Бұл губка, торфяной стакан деп отқанымыз. Прям тамырға жабысып, мына мойнын орхидея гүлінің шірітіп жатыр ғой, қыздар. Қазір аламда суын сіздерге сығып көрсетем. Міне қараңыздар. Мынау бүйтіп суарылады ғой, магазинде суарылады. Сосын бүйтіп алады да, мынаны былай сықсаңыздар, мынаны қара. Мына бүйтіп сығасыздар. Сыққанмен де мынаның құрамында міне мынандай су тұрады. Осы алады да шірітеді. Ол тұра береді. Мынау губка, торфяной губка. Осыны алып тастаймыз, қыздар. Және де тағы да бір бөлшегі бар. Сосын мына қарайып тұрған жерлерді, тамырлардың барлығын тазартамыз. Онсыз орхидея сіздің тамырыңыз развивать етпейді, гүлін шығармайды, жапырағы жаңағыдай сарғайып. Магазиннен алып келгеннен кейін 1 ай адаптация жасап, комнаталарыңызға қойып, үйреткеннен кейін осы торфяной стаканмен айналысасыздар. Егер жаппай гүліңіздің тамыры кеппей, адаптация жасай алмай, сіздің гүліңіз қиналып, страдать ететін болса, қыздар,
Және де жаппай осылайынан түсіретін болса, жапырағын сарғайтып, оны торфяной стакан бар. Бұдан қорықпаңыздар, орхидеям ауырды, мен орхидеяны осындай тамырмен жоғалтып алам деп. Жоқ. Бұған жақсы уход жасасаңыздар, орхидеяларыңызды жоғалтпайсыздар. Осы қалпында орхидеяны кәдімгі топыраққа, гүлдейтін топыраққа универсальный отырғызсаңыз болады. 2 рет эксперимент жасап отырғызып көрдім. 2 түрлі топыраққа, біреу гүлдейтін топырақ, біреу ауылдың топырағы. Екеуінде де өзін жақсы сезінді. Міне, толықтай босағанын қараңыздар. Міне, мойны қалай қарайтты, мойнына ауа жіберген жоқ. Осыдан кейін сарғайып жатыр. Міне, артындағы жапырағының өзі сап-сары. Тағы түсу қаупі бар. Енді бұған не істейміз? Осыны аласыздар да, міне, мойынның ар жағы былай қатты шірімеген, бірақ түскен жапырақтардың мына жердегі мынандай қара-қаралардың бәрін тазарту керекпіз. Қазір шамам жеткенше тазартайын. Кез келген пинцетпен, болмаса мынандай үшкір қайшымен, бірақ та өте абай болыңыздар. Қырып түсіріп кетпеңіздер. Енді қараны қалай дайындаймыз? Өзінің старый қарасын, мынау бұрынғы өзінің болған марганцовка суы. Осылайынан бұрынғы қарадан керек емес губка, торфяной барлығын ажыратып аламыз да, осы жақтан. Мусорды шығарып бөлек алып аламыз әрі қарай. Отход тоже шықты, жаңа тамырын көрсететін болам. Осы суға салып, бір замаштетіп, жуып алып, қайтадан өзінің грунты қылып сасаңыздар болады. Яғни қайтадан өзінің топырағы қылып сасаңыздар болады, қыздар. Пока жаңа грунт тауып дайындағанға дейін осыда отырғызсаңыз болады. Сосын бұны сразу ылғал күйінше отырғыза беруге болады. Бәрібір суарған кезде барлығы ылғал болып тұрғаны орхидеяға жақсы. Одан кейін кептірсеңіз де болады. Толықтай тамырын бір түнге қалдырып қойып, и осылай карантта далада кептірсеңіз болады. Бұны мен неге істеп жатырмын? Марганцовкаға ашылап қойдым. Себебі микробтарын өлтіретін болады. Білесіздер, топырақта өте микробтар көп болады. Зиянын тигізетіндей. Қалай істейміз, қыздар? Қараңыздар, өзінің бұрынғы топырағына және бұрынғы горшогына. Горшогын осылай жуып аласыздар. Осылайынан сарқып бүкіл топырақты саласыздар. Енді бүкіл емес, енді осылайынан бір бөлшегін салып аласыздар да. Керамзитке отырғызсаңыздар да болады. Енді тамырдың жағдайын көрсетейін сіздерге. Жағдайым міне. Мойны осылай тап-таза болу керек. Қара дақтар өнде болмау керек. Бұрынғы қалған жапырақтан, жұлынған, сарғайған жапырақтан түбірі қалса қиып тастау керекпіз. Қиылған тамыр міне осылай көрінеді. Және де мына сары-сары күйген тамырлар бұл іштен кетпейді. Бұл шірген тамыр емес. Бұл жаңа губка тұрған кезде әбден сарғайып, губка өзінің түсін беріп, мына жерде қинап қойған тамырлар, бірақ бұлар қатты. Тамырдың жағдайы мен орхидеяның жағдайын міне қараңыздар, мынандай жирный тамырдан аңғаруға болады. Қатты, нығыз, одан кейін жасыл, және де мынандай түстері болса да, бұл күн тимеген губка тұра бергендіктен ештен кетпейді. Сосын сыртына шығып атқан тамырлардан да қурағандары болса, мысалы мынандай, соның ұшын қиып тастайсыздар. Мен мысалы мынада екеуінікін ұшын қиып тастадым. Орхидеяға тағы да жағдай жасау керекпіз, сондықтан мына сол бұрынғы өзінің горшогына внимательно түрде, енді видео ұзақ болып кетпес үшін мен сіздерге қысқа көрсетіп жатырмын. Тамырды қолдарыңызбен бірінші салып аласыздар. Астына осыншалықты бір бөлшегіне дренаж салған сияқты осы қарасын саласыздар, одан кейін тамырын орналастырамыз. Барлығын орналастырып болдық. Тамырдың қатты итерудің қажеті жоқ. Енді судағыны жайлап, бір штуктап, 2 штуктап алып, осылай орталарының барлығын қуыс болмайтындай толтырамыз. Міне осылай, бүйтіп сілкіп, орталарына кіргізіп, тығындап, осылай жасайсыздар. Осыншалықты қабық сыйып кетті. Біріншіден, неге өзінің құмырасына отырғызамыз? Себебі мойны осыншалықты сыртқа шығып тұру керек. Міне, осыншалықты сыртқа ауа барып тұру керек. Екіншіден, жаңағыдай толстый, плотный, жирный тамырлар осылай көрінеді, және іргесінде қабықтар осылай тұру керек. Енді марганцовкамен бір рет жуып алдық, отырғызып қойдық. Арғарайғы жұмысымыз не болады деген кісілерге қазір видеоны арғарай қараңыздар. Отырғызғаннан кейінгі бірінші жасалатын жағдай осылай жапырақтардың барлығына сеуіп шығу. Міне қараңыздар,
қалай көпіршіп жатыр, иә? Осылай ары қарай жүріп кету керек. Одан кейін осы жердегісін, яғни жуасыздар ғой былай айтқанда. Мына жапырақты полностью осылай жуасыздар. Енді қарапайым су болса, бұл олай көпіріп тұрмау керек, білесіздер, знаешь, бұның бойында кішкене микроб бар деген сөз. Осылай қанша жапырағы бар, сонша жапырақтың алды артына осылай себеміз. Гүлдің таяғына да себеміз осылай барлығын. Одан кейін тамырына да және мына мойнына себеміз осылайна. Мына қарайған бағына көпқа тұрылған тамырлар осыған барлығына сеуіп, толықта ертең кебуін қадағалаймыз. Күн жылы болса, ертең көлеңкеде, салқында, тез кебетіндей жоғары жаққа қойып, сыртқа шығарып қойсаңыздар болады. Енді одан кейінгі жасалатын жағдай, сепкендеріңіздің барлығын сүртеміз. Қатты шылқылдатпайтындай, және мына сердцесі дейді ғой, ортасын, жүрегін су қалмайтындай сүртіп аласыз. Одан кейін осылай барлығын тазартып, жағдайын жасап болғаннан кейін сыртқа шығарасыздар ауа жұтуға. Ертең, мысалы мен мынаны кеште жасап жатырмын, видеода осы процесті де. Енді ертең таң атпай ерте тұра салысымен сыртқа шығарсаңыздар болады. Гүліне сеппейсіздер жаңағы ертіндіні. Ол қандай ертінді екен келесі видеода толық қанды көрсетіп, қаншаға неше құятынын, қалай алатыныңызға дейін барлығын түсіндіріп беретін боламын. Тек қана бұл орхидеяға емес, жаңағы розовый гүлді орхидеямызға да себеміз. Енді бұл суарылмай тұр. Осы препаратпен суара берсеңіздер де, сепсеңіздер де барлығы бола береді. Бұл өте универсальный препарат. Бұл препарат емес, осы дүниені тапқаннан кейін мен жай суды гүлдеріме сеппейтін болдым. Сөзінің шыны керек, төбемде бір алла куә болып тұр. Осылайынан барлығын желдетуге далаға шығарсаңыздар болады. Себіліп болғаннан кейін мына жердегі жүрегін не су қалмайтындай барлығын сорқытасыздар. Енді мына жақтағылардың барлығы ағып былай қайттан бармас үшін ең бірінші жапырақтарын былай сүріп тастайсыздар. Қалған жапырақтарын сүртпей қойсаңыздар болады. Жағдайын жақсы сезінетін міне орхидеяның жапырағы, міне қараңыздар. Осылай дірілдеп серпімді болып тұру керек, иілуге келмейді, исең сынып кететіндей болу керек. Проблемный орхидеянтта көрсеттім осындай ашып тамырын көрмей жатып гүлге сыртынан бірдеңелерді құя бермеңіздер. Анау цирконы бар, тағы сіздер көп айтасыздар ғой, дәрілер бар, құя бермеңіздер. Тек қана тамырының жағдайын осылай жасартып, жуып, тазартып, жақсы сезіндіретіндей. Өзіңіз душтан шыққаннан кейін бір сергіп қаласыз ғой, шаршап тұрып, болмаса кірлеп тұрып, сол сияқты бұл орхидеянтта осылай күтімді қажет етеді, қыздар. Келесі видеомда осы пищевая соданы қандай гүлдерге не үшін қолданатынымды көрсететін боламын. Және де осы Макси чайдың ыдысындағы ертіндіні де көрсететін боламын. Қолжетімді дүние. Сіздерге именно гүл өсіретін кісілер үйлеріңізде болсын. Қыздар, келіншектер, апалар, қараңыздар. Ең бірінші жасалатын жағдай, астында поддон ағып жатыр ғой, міне суы. Астына осындай бір тарелка болмаса, осындай қағаз қойып қойсаңыздар болады. Суы сарқылып тұрады. Оны алмастырып тұру қажет. Одан кейін мен осындай Макси чайдың 1 литрлік несіне базарда осындай бөлек сатылатын, крышка 1 литрлікке келетін осындай пысылдақ бар, себетін. Міне, кез келген универсальный пысылдақ, соны мен 1 литрлікке арнап қойғам. Каждый гүлдерім көп болғаннан кейін кішкентай маған жарамайды. Келесі жолы сіздерге видеода көрсетем, бұл не препарат, және бұл неге көмектеседі, кез келген гүлге жарай беретін универсальный емдік, гүлдемейтін гүлдерге арналған, гүлдетуге арналған препарат, қыздар. Енді келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар, поддержка күтемін.